Сәлем, менің атым Белла, және де мен 12 жастамын. Менің көзімнен бриллианттар ағады. Мен Африкада, Мароккода тұрамын. Кейін Санкт-Петербургқа көшіп кеттік. Себебі ата-анамның жұмысы сол жақта болатын. Бізге тұрғанымызға 5 жылдан асты. Мен бірде ата-анама көмектесуге пияз аршыдым. Мен туған күнімде әрдайым көңілді болатынмын. Есіме түсірсе қуанып та қаламын. Мен сонымен пияз арши бастадым. Сол кезде менің көзімнен жас ағады. Жас ағудың орнына бриллианттар ағады. Ата-анам таң қалды, және де басқады ойлап қалды. Мүмкін ол басқа пластмас болар деп ойлады, бірақ ол шыны бриллиант болды. Менің ағам үйге қонаққа келді. Ол профессор болатын, және де мені көрді. Мен бұл туралы ағама айтып бердім. Ағама бұл жағдай қызықтырды, және де шынымен де ол бриллиант болды. Тіпті алмас секілді болатын. Мені де басында бұл жағдай қызықтырған болатын. Ағам солайша Санкт-Петербургтан бізге келді. Ол жаңа дүкен ашты. Дәл мен қалағандай. Алтындар және бриллианттар. Бұл өте керемет емес пе? Кейбірі осы бриллианттарды көргенде жарқ-жұрқ етіп жарқылдап тұратын. Оны кейбірлері пластмас деп ойлады. Бірақ олай емес. Санкт-Петербургтан ағам өз туған жеріне оралды. Және де ол зерттеумен келе жатты. Біз ешнәрсе істей алмаймыз деді. Бір шетінен маған бұл жағдайда ұнайды. Яғни көзіңнен бриллианттар түскен ешқандай жаман жағдай туғыздырмайды. Және де менің көру қабілетім де жақсырақ. Маған зиянын тигізбейді. Әрі маған да ұнайды. Ешқандай ауыртпашылық түсірмейді. Жай ғана мен жыласам болды, көзімнен бриллианттар ағады. Егер сіздерге бұл видео ұнаса, лайк басып тіркелуді ұмытпағандарыңыз жөн. Сізде қандай қызықты оқиға болды? Міндетті түрде комментарияға жазып кетуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға сау болыңыздар, достар. Келесі видеода күтіңіздер.